Сәлеметсіздер ме? Гүлдер каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі біздің видео қарапайым заттан гүлдерге өте пайдалы тыңайтқыш туралы айтатын боламыз. Бұл экологиялық таза қолда бар заттан жасалынады. Бұл тыңайтқышта көптеген кальций, магний, кремний және басқа да көптеген элементтері бар. Олар осы гүлдің картошкасын өсіруге көп көмек жасайды. Доллар гүлінің түйнектері үлкен болса, үлкен жапырақтар шығады. Біз осы гүлдің көп жапырақ шығару үшін тамырын қатайтып өсіретін тыңайтқыштар беруіміз керек. Менің осы доллар гүліме 2 жыл болды. Қыстай осы гүлдің жапырақтары жақсы шығып, түйнегін өсіру үшін көптеген пайдалы дәрумендер бердім. Менде осы доллар гүлі туралы осы каналымда көптеген видеолар бар. Қандай тыңайтқыштармен тыңайтып отырғанымды соны көрсеңіздер болады. Ал мына қара доллар ол равен, бұл да жақсы өсіп келе жатыр, бірақ жай өсетін гүл бұл доллар, жай доллар гүліне қарағанда қара доллар равен гүлі өте жай өседі. Бұны мен былтыр алғанмын. Осы жаз айларында 2-7-1 рет осы дәрумендерді алмастырып беріп отырсақ, осы доллар гүлдеріміз жазда жақсы қарқынды өсетін болады. Доллар гүлі, басқа да гүлдер осы көктем мезгілінен күз мезгіліне дейін белсенді жақсы өседі. Ал олардың өсуіне, күш жинауына біз көптеген дәрумендерді гүлдерге беріп, сол гүлдердің жақсы өсуіне көмектесуіміз керек. Доллар гүлінің түйнектері үлкейген сайын өскендері де көп болып шығады да, және жапырақтары да үлкен болып өседі. Сондықтан да біз осы гүлдің жайқалып, әдемі болып өсуі үшін топырағын дұрыс таңдап, картошкасын үлкен қылып өсіруге тырысуымыз керек. Сонымен бізге кәдімгі тақтаға жазатын бор қажет. Бұл борды жеп те жатамыз кей кезде. Неге бор дейтін болсақ, мен айтып кететін болсам, кейбір борда оксид магний, оксид кальций, оксид кремний болады. Кейде борды клейден жасайды. Ол кезде қолға жабысқақ болып келеді. Сондықтан да біз таза табиғи борды пайдалануымыз керек. Бұл бор барлық дүкендерде сатылады. Біз сол дүкенде сататын борды алып, оны үкіштен өткіземіз. Осындай қылып, содан кейін барып, бұл біздің үкіштен өткізген борымыз бір ас қасық болу керек. Бордың бойындағы кальций ол мықты тамырларының өсуіне көмектеседі. Магний, кремнийдің қосалқы болуына байланысты бұл кальций жақсы гүлдердің тамырына сіңеді. Міне енді біз бір ас қасық борды дайындап алдық. Енді соған біз 9% уксус ертіндісін құюымыз керек. Бұл уксус 70% болады, 9% 6% болады. Соның 9% уксусты біз пайдаланамыз. Уксусты не үшін пайдаланамыз дейтін болсақ, біз білеміз, оксид кальций, оксид магний ол суда ерімейді. Сондықтан да оларды еріту үшін біз уксус пайдаланамыз. Кальцийдің де түрлері көп болады. Бірі суда еритіні болады, бірі ерімейтіні болады. Сондықтан да біз осы кальцийдің жақсы еруі үшін бордың біз оған уксус пайдаланамыз. Ал бұл бордың құрамындағы кремний ол өсімдіктің ауруға қарсы тұруына көмектеседі. Енді міне көрсеңіздер, реакцияға түсіп жатыр. Бор мен уксус екеуі араласып, міне көпіршіп жатыр. Енді бордың сілі реакциясы болғандықтан ертіндіде жоғары қышқылдық болмауы үшін біз сірке суын қосамыз. Енді біздің дайындалып алған 1 литр осындай тұнған суға, жылы суға, қазір күн ыстық, үйдегі тұрған судың барлығы кәдімгі бөлме температурасындағы су болады, бірақ тындырылған су болу керек. Осы 1 литр суға дайындаған ертіндімізді салып, жақсылап араластырамыз. Енді бұл ертіндіні 2-7-1 рет беріп тұрсақ болады гүлдерге. Кейбір гүл өсірушілер айтып жатады, осындай әртүрлі нәрселерді беріп гүлімізді өлтіріп алдық деп. Иә, рас, кейбір гүлдерге бұндай ертінділер жақпауы да мүмкін, бірақ біз бұл ертіндіні доллар гүлі ұнатады, сондықтан да доллар гүлге берсек болады.
Бірақ сіз гүлдерге осындай қоспа бергеннен кейін байқап көрсеңіз болады. Өйткені осындай ерітіндіден кейін кейбір гүлдер жақсы өсе бастайды. Егер 2-7-де гүліңіздің жағдайы жақсарса, онда бұл қоспа гүліңізге ұнағаны. Тағы да бір айтып кететін жайт, гүлге дұрыс су құйылмаса да, топырағы дұрыс болмаса да, гүлдеріңіз бұндай қоспаны өзінің бойына сіңіре алмайды да, содан топырағына тұрып қалып, содан гүлдеріңіз шіріп, өспей, шыбындап, сонымен жапырақтар сарғайып, сөйтіп гүлдеріңіз өспей тұра береді. Сондықтан да әр осындай қоспаларды мөлшерімен топырағы дұрыс дайындалған гүлдеріңізге берсеңіздер, ешқандай да зияны болмайды, қайта пайдасы болмаса, сол кезде гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Міне менің сіздерге осы кішкентай ғана гүлдерге пайдалы екі заттың қосындысына жасалған тыңайтқыш пайдалы болса, сіздерде қандай тыңайтқыш осы кезде пайдаланасыңдар гүлдеріңізге, соны комментарий арқылы пікірлеріңізді жазып отырсаңыздар, егер де каналға тіркелмеген болсаңыздар тіркеліп, лайк басып, менің каналымның арман қарай дамуына көмектессеңіз, сіздермен болған бақыт. Сау саламатта болыңыздар.